Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев, Мысыр Сенатының төрағасы Абделуахаб Абделразек Хасан бастаған парламент делегациясымен кездесті. Тараптар ынтымақтастықты нығайту мәселесін талқылады. Сондай-ақ өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Сұхбат барысында әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съезінің жұмысы, қазан айында өтетін съезд хатшылығының отырысына дайындық барысы сөз болды. Кездесуде сауда-экономикалық саладағы ынтымақтастықтың қазіргі жағдайы мен даму перспективалары да талқыланды. Біз Мысырмен арада қалыптасқан парламентаралық ынтымақтастықты жоғары бағалаймыз. Біздің енді парламенттерімізде достық топтары құрылған. Енді алда уақытта осы топтардың әлеуетін көбірек пайдаланған абзал деп есептейміз. Енді осы топтардың аясында сондай-ақ енді біздің енді салалық комитеттердің арасында да біраз жұмыстарды ары қарай да жүргізуге мүмкіндік бар екені сөзсіз.